Ей көңілім, сыйлық күтпе, бұл заманнан қараңғы. Уақыт озар барлығынан шаң қаптырып адамды. Дертің әр сәт күшейеді, ауырады тынымсыз. Күткенменен мына уақыт емдемейді жараңды. Бүгінгі күнді тиімді пайдаланбайынша, ертең туралы ойламаңыз. Уақыт жүгірген адамның көлеңкесі. Өмірдегі ең бағалы сәт біз жақсы көретін адамдармен өткізген уақыт. Уақыт біз күнде алатын, бірақ көбіне бағаламайтын сыйлық. Болашақ белгісіз, бірақ қазіргі уақытты дұрыс пайдалану оны бақытты ете алады. Уақыт ол сіз тұқым себетін бақ. Болашақта мол өнім алу үшін дақылдарыңызды ақылмен таңдаңыз. Алтынды отпен сынайтыны сияқты, уақытта шыдамдылықты сынайды. Сынақтарда сабырлы болыңыз. Уақыт өткен мен болашақ арасындағы көпір. Сіз бұл көпірді күн сайын салып жатқаныңызды ұмытпаңыз. Өмір әр адамның жүрегінде із қалдыратын көлеңке іспеттес. Игі істер нұрлы іздің кілті. Уақытыңды Аллаға құлшылық етіп, жақыныңа көмектесу үшін пайдалан. Уақыт бақ сияқты, оған күнделікті күтім жасап, мақсатты дән егіңіз. Сосын күш-жігеріңіздің гүлденуін бақылаңыз. Бақшаға немқұрайлы қарамаңыз. Өкініштің арам шөптері оны басып алмасын. Өкініш 5 минуттан аса уақыт алмауы керек. Өзіңізді жегідей жеп, уақытты ғана емес, өмірге қажет күш-қуаттан айырыласыз. Адамдардың көбі қадіріне жете бермейтін екі нығмет бар. Ол денсаулық және бос уақыт. Әр өткен күн адам баласына былай айтады екен: Ей адам баласы, мен жаңа күнмін. Сенің амалдарыңа куәлік етудемін. Егер өтіп кете барсам, мен қайтып оралмаймын. Ей адам баласы, шынында сенің ғұмырың белгілі күндермен шектеулі. Егер бір күнің өтсе, бір бөлігіңді жоғалтқаның. Ей адам баласы, күндізің сенің қонағың. Онымен жақсы мәміледе бол. Егер оны жақсы шығарып салсаң, ол саған мақтау айтып кете барады. Егер күніңді пайдаға асырмасаң, ол саған жамандық тілеп кетеді. Түнің де дәл солай жасайды. Дүние 3 күннен тұрады. Кеше болса, ол өте шығып кете барды. Ертеңгі күнің сен үшін беймәлім. Сол себепті бүгін амал ет. Уайым жоқ, сөзің тегін кетпесе, өкініш жоқ, күнің босқа өтпесе. Уақытты тоқтатар шамаң бар ма? Бәр өтеді, дәуірлер, замандарда. Менің жаным ашиды бұл өмірді, өтпейтіндей көретін адамдарға. Бүгін уақытыңыз жоқ, ертең күшіңіз қалмайды, ал арғы күні өзіңіз болмайсыз. Сондықтан еш нәрсені кейінге қалдырмаңыз. Адамдар уақытының басым бөлігін әлсіздіктерін көрсетпеу мақсатында өздерін ақтап, алдаумен өткізетіні мен үшін жұмбақ. Осы уақытты олар осал тұстарын түзеуге жұмсағанда, ақталудың қажеті де болмас еді. Уақыт ақша емес, уақыт өмір. Неғұрлым көп нәрсені кейінге қалдырсаңыз, табысқа жету үшін соғұрлым аз уақыт болады. Уақыт алақанымызға құйып алған су секілді, шөлімізді қандырып үлгеруге тиіспіз. Құрметті көрермен, ана тілді арнамыздың дамуын қолдай отырыңыздар. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.